армысыздар, қадірмен қалайық. Біз жас болсақ та Рысбек ағаны біліп танығанымызға 7-8 жылдан асып кетті. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, Рысбек аға мен мысалы Нарынқол ауданының, Алматы облысының тумасы емес, бұл күллі Алаштың азаматы. Біз ұлт боламыз десек, халық боламыз десек, мемлекет боламыз десек, белгілі бір жершілдік, рушылдықтан биік болуымыз керек. Ағаның бағанағы жазбасында да ұлттық мүдде, құндылықтар. Біз сол құндылық аясында топтасуымыз керек. Әділдік, әділеттілік, адалдық, турашылдық, шыншылдық. Біз ағаға сол үшін сенеміз. Ағаның күрескер екенін білеміз. Қолына қалам алып, журналист болып күрескер болып, одан кейін бізді, жастарды қайрап, арқамыздан қағып, одан кейін өзі жасы 70-тен асса да, қандай митинг болсын, барлығының ортасында жүріп, бізге үлгі көрсетіп, күрескер ретінде және іскер ретінде. Біз бағана айтып жатырмыз ғой, мәжіліске не үшін барады? Мәжіліс ол заң шығаратын орын, бағанағы құндылықтарды қалыптастыратын орын. Сол үшін іскер адам бару керек. Ол жақта екі сөздің басын қоса алмайтын, немесе жазғанында оң қате жіберетін сауатсыздар емес. Сондықтан біз жастар ағаға сенеміз. Мен бір нәрсе ғана айтқым келіп тұр. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін, қайдан танысып жүр, қайдан біледі? Аға магнит, біз өзіміз тапқымыз. Алтыкеңнің кітабын оқып өстік, содан кейін ағаны таптық. Аға да бізге көп ақылын айтты. Аға жүрген жерінде бір ұрық сияқты шашып жүреді, ылғи жастарды қолдап жүреді. Бір ғана мысал келтірейін. Бізде оқырмандар клубы деген бар, орталық кітапханада кітап оқып талқылайтын. Сол жерге ағаны шақырғанда студенттер бір жерге тастамай өзінің сыйлайтын кітап журналдарымен келіп, сол жастарға айтқан тәлімді, тәрбиелі, өнегелі әңгімесі былай болатын: сендер не істесеңдер де, не жазсаңдар да, халықтың ой өресін өсіретін, халықты алға жетелейтін дүние жазыңдар деді. Ол кісі бүгіншіл емес, ертеңшіл, болашақтікі. Шынымен де 72-ге жақындап қалды. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, ой, үлкен кісі, жастар бармай ма? Бағанада айтып жатыр ғой. Енді ағамыз ол қазіргі биліктен тесіп баратын локомотив болу керек. Жастарға орын ашатын, әділдікті орнататын осындай кісілер. Осындай кісілер мәжілісте көп болғанын қалаймыз. Турашыл, іскер. Енді сөзімді қорытындыласам, кешірім, өтінемін, кішкене толқып тұрмын. Сөзімді қорытындыласам, ағаға сенеміз, аға сізге сәттілік. Халық болып, сіздерге бүкіл халыққа айтады. Орта буын, үлкен кісілер, келіп отырғандардың барлығы да көбінесе үлкен кісілер ғой. WhatsApp чаттарыңыз бар, таратып жатсыздар. Бірақ ең басты қазіргі демографиясы болсын, басқасы болсын, сайлаушылардың көп бөлігі жастар. Үйлеріңізде өз бала-шағаларыңызға айтыңыздар. Қазір жастардың көбі біле бермейді, саясатқа қызықпайды. Бірақ Рысбек ағалар, менің өзім үшін емес, халық үшін, себебі менің мүддем халықтың мүддесінің ішінде. Әлихан Бөкейхандар айтқандай, әр ұрпақ өзіне артылған жүкті жетер жеріне дейін жеткізіп тастау керек, болашақ ұрпақ ауыр көтермеу үшін деп. Сол үшін 72-де болса да ағамыз шаршамай шалдықпай ылғи жүр. Сол үшін ағамызды қолдайық, және мен сенімдімін, аға бұйырса жеңіп шығатынына. Бірақ сайлауда неше түрлі құйтырқы әрекет болса, сол берген даусымызды қорғай білейік.